бүгін осындай ашық диалогта, ашық форматта сіздермен талқылауға дайынбыз. Ертіс ауданы қарқынды дамып келе жатыр. 2022 жылға арналған іс-әрекет бағдарламасын біз бекіттік. Облыс тұрғындары осы жұмысқа жеке өз үлесін қосты. У нас в селе очень слабая, нестабильная сотовая связь. Как можно решить этот вопрос? Үшінші сыныпта оқимын, 2 сіңілім бар, әпкем бар. Оқуымды тек қана 5-ке оқимын. Болашақта дәрігер болуды армандаймын. Қазір бір арманым бар. Компьютер болса деп армандаймын. Скоро лето, и хотелось бы с детьми гулять в парке. У нас есть фонтан, но он не работает. Самая главная проблема в нашей работе – это предоставление жилья молодым специалистам. Сіздерге алғысымыз шексіз. Осындай форматта сіздермен де жүздесуге мен өте қуаныштымын. Осы кездесудің ең басты мақсаты билік пен халықтың арасында осы алшақтықты қысқарту. Екіншіден, халықтың ой пікірін есту. Үшіншіден, кері байланыс. Осындай форматтар бізге пайдалы екі жаққа болады деп мен сенімдемін.